Түркі халықтарының жастары киелі Түркістан қаласында бас қосты. Түркі әлемі жастары мен студенттерінің бірінші халықаралық фестиваліне 16 мемлекеттен 28 ұлт пен ұлыс өкілдерінің жастар келді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен шарада жастар өз ұлтының ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрін дәріптеп, мәдениетін ұлықтап, түркі жұртының ортақ тарихымен танысты. Төрткүл дүниеден жиылған түркі жастары Қазақстан мен Түркия мемлекеті бірігіп құрған оқу орнымен танысты. Әрбірі өз ұлттарының киімін киген студенттер жиылғандарға өз елдері жайлы ақпар айтып, пікір алмасты. Бір қызығы бауырлас ұлт жастары бір-бірін тілмәші түсініп жүр. Бұдан төбірі бір халқымыздың діңгегі тамырлас екенін аңғаруға болатындай. Мен бұл фестивальге bir dolar geldim. Meni çalanı değiştirdik öğretmen. Bu üniversitede kaçarışmayın setkiling ve tarihtir. Bizim bu festivalden Türkiye yazışını festival boltırarı dergen. Festival шымылдығы көк түріктер тарихи драмалық қойылымымен ашылды. Шараға арғысы Ауғанстан мен Түркия, Әзербайжан, Татар мен Башқұрттан келді. Бергісі көршілес қырғыз жастары. Баршасының мақсаты мен мүддесі бір. Өз ұлтының ұмыт болып бара жатқан салт дәстүр насихаттау, бауырлас ұлттың дәстүрімен танысу. Әлемдік деңгейде көптеген кері жағдайлар болып отыр. Ал енді бұған да жастар тарапынан, бүкіл түркі әлемінің жастары тарапынан осындай алауыздыққа жол бермеу, жастар арасында ынтымақтастық пен мемлекет арасында татулықты нығайту. Мен осы жерде басқа түркі жастарымен, түркі бауырларымен таныстым. Олармен сол түркі әлемінің жастарының болашағы туралы сөйлестім. Шара тамырлас елдердің ұлттық құндылықтарын танып білу, өзара достықты нығайтады. Түркі әлемінің жастары бабалары жүріп өткен Ұлы Жібек жолы бойындағы көне қаладан түркі тілдес елдердің түбі бір тамыры ортақ екенін бағамдап қайтты. Арай Сенбек, Нұрғожа Мамилов, арнайы Қазақ Ньюс үшін Оңтүстік Қазақстан облысынан.